тері илеу үшін ең бірінші ашытқы болу керек. Тері табиғи өзінің түсі осындай сары ақ болып келеді. Егер темірден шығыршықтан салып атады кейбір, мына шығыршықтардан жеп тастамасын деп мен қайыстан салдым өз басым. Мысалы түсірілген мына несін байлап қараңыздар, осының бәрі дәлдікпен есептеледі. Тобылғының өзі міне біздің осы Бұлдырты ауылында өседі. Мына қайыстың өзі жаңағы қолдан иленген деп отырмын, өзім илеген қайысым болғасын. Міне қалыңдықтары, бұл қайыстың қалыңдығы міне қарап отырсаң түйме жүгін деген түйіліп қайта шешілетін жүгіндерді айтамыз, түйме жүгін. Рамазан Мұрат Кішібекұлы, Батыс Қазақстан Сырма ауданы Бұлдырты ауылының тұрғыны. Осында Бұлдырты орта мектебінде қызмет етемін. Еңбек жолымда 27 жылдай жұмыс істеп келе жатырмын. Теріден бұйым жасау осы менің өзімнің қазіргі жеке қызығушылығым деп айтсам да болады. Тек мен қазіргі өзімнің айналысып жатқан ат әбзелдері деп айтсам болады. Осылармен айналысып, қолда бар өнермен шұғылданып жатқан жайым бар. Әкеміз енді кезінде мал бақты, 40 жылда еңбек етті ата-анамыз. Соның арқасында осы ат әбзелдерді көріп, күтім жасау, өзі сол кішкентай бала кезден қасында жүріп, әкеміздің ағаларымыздан сол көргенбіз, үйрететін еді. Сол жазда жасшыға осы күтім жасатып, осы әбзелдерге, ат әбзелдеріне. Енді атам қазақ айтады ғой, біздер енді ерте кезде салт дәстүр дейміз, немесе тарихқа шөңілетін болсақ, қазақ мал артында өскен, немесе жаңағы малмен бірге біте қайнасып, сол малдың қазақтан артық жетік түсінетін адам жоқ деп ойлаймын өз басым. Мен мысалы өзім теріні илеген уақытта бірінші малдың терісін аламыз, тұздап қоямыз. Қыста, күзде соғымның терісі сойланған. Міне мысалы мынау деген аштыққа салынып, бетіндегі жүн түктерін қырған болатынбыз. Мынау енді астында тері илеу үшін ең бірінші аштықы болу керек. Аштықыны қалай ашытамыз? Мысалға айран өзімізде енді малдан ішінде жүргесін малдың арасында болғаннан кейін ондай біздерде көп болады. Сондықтан соны алып, ағаш бөшкеге иленген дұрыс қой деп есептеймін. Өйткені себебі әртүрлі тапқан ыдыстармен де істеп жатады кейбіреулер. Бірақ өзім ағашқа илеймін. Ағаш бөшкеге жаңағы айран, ашытқы сүтті құямыз. Сосын ашытамыз. Сосын оған қосылатын заттар қара тұз саламыз, көбіне тұз саламыз. Енді ол да мөлшерге байланысты, теріңе байланысты. Міне терінің айтып жатырмыз, міне түгін қырылғаннан кейін ішіне яшымен салуға болады, бидай салуға болады. Ал осының уақыты болады. Бұны салып қойғаннан кейін түктері жиірген уақытта уже белгілі бір уақытта әлсесін қарап аударып тұру керек бұнда. Сонда әлсесін аударудың арқасында осыны жүріп жатқан процесті біз бақылап отырамыз. Сол кездерде уже шырта түсе бастаған уақыты белгілі болады. Қырып қараймыз. Содан кейін тегіс тақтайға теріні аламыз. Теріні мен мысалы өзім 2-ке немесе 3-ке терінің көлеміне байланысты бөлемін. Сосын теріге тақтайдың үстіне саламын да, сосын күрекпен немесе белгілі бір құралдар жасауға болады. Немесе түк күрекпен де қырып шығуға болады. Тегіс болса асты тақтайға жақсы ұзыннан керіп, мына жіппен байлап керуге. Сосын түгін қырып алып тастаймыз. Бірінші мал терісін міне тұтастай алып немесе бөліп илеп алғаннан кейін одан бұйым жасауға кірісеміз. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай, осы қамшыдан бастауға болады, жүген, қамшы, тағы басқа. Бізде бұрын қазақтар ат үстінде жүрді дедік қой. Бұл енді біріншіден атқа үстінде жүргесін атқа пайдаланған құрал болуы мүмкін жүргізуге, қала берді адамның қорғанатын да құралы болып есептеледі. Өйткені себебі қамшының түрлері көп болады. Осы қамшының өзі кезінде мысалы бойжеткен үйдің қызы бар, немесе балдар, бозбалдар бойжеткен уақыттары бірін-біріне осы қамшы арқылы да сөз салған деп естиміз. Оқыдым тарихтарда, енді деректер бар, сонда жазылған. Сонда жаңағы қыз баласы бар үйге, ер баласы бар адам, жігіт жаңа сөз салу үшін қамшыны апарып есігін іліп кетеді. Біздің қазақ негізі текті халық деп айта аламын. Өйткені себебі тектілігі осыда, қазақтың қолмен нұсқап кісіге қол шайтып сөйлемеген. Біріншіден мен өзім түсінгенім. Өйткені қамшымен нұсқап отырады. Қамшымен билік бағдарды беріп отқан. Осы қамшы арқылы сілтеп отқан. Ал осы қамшыны жаңағы ұстаудың өзі. Үйге келатқанда бір қонақтар келген уақытта қамшының жаңа жинап қолмен бүктеп кіру. Ол сыйлағандығы.
Ал егер де қамшыны біздер жаңа сүйретіп, қамшыны былай қолынан қамшыны сүйретіп алып келу немесе бір жайсыз хабарды білдіреді деп айтып жатады тарихтарда. Вот сондықтан біз қамшының да жаңағы ұстау немесе жаңағы тарихтан тарихқа жалғасуының мәні осыдан ба деп есептеймін кейде. Біз соны үйрету, жастарға осыны айтып отыру біздің парызымыз ғой деген ойдамын. Біздер көкпар қамшы дейміз, бәйге қамшысы дейміз, немесе тағы малға ұстайтын қарапайым күнделікті қамшы дейміз. Ал сондықтан осылардың жаңағы айырмашылықтары неде? Немесе жаңағы дойыр қамшы дейді, немесе сылқетер қамшы дейді. Осылардың бәрін қарап отырсақ, дойыр қамшылар мен мынандай қамшылардың айырмашылығы неде? Дойыр қамшылардың бастары топшаланып келеді. Міне топша деген мына қамшыны қарап отырсаңыздар, бастары міне түйет айналдырып, мынау енді 8 өрім, мына тобылғыдан нетілген алақанынан кейін қамшының несі шығады, өрімінен кейін міне басын топшалайды, бұрап айналдырып түйуге болады. Ол енді шебердің несіне байланысты, ой өрісіне байланысты деп айтуға болады, шеберлігіне байланысты деп айтуға болады. Міне дойыр деп отқанымыз жаңа қатты болып келеді бастары. Енді жаңа сылқетер қамшы деп жатырмыз. Сылқетер қамшыда бастарында кәдімгі қайыстан жалпақ қылып тігіп, ішіне дорба сияқты, қапшық сияқты қылып тігеді екен. Оның ішіне тас салады, бұрынғы кезде енді темір қорғасындар құйып салады. Өйткені ол жаңағы қасқыр соққан дейді, аңға шыққан уақыттарда қарап отырсаңыздар пайдаланған. Сол кездерде жаңа сылқетер деген жақсылап тұрып қорғаныс ретінде жаңағыдай ұратын болса, ал сол дәлдеп басындағы енді темір ғой, салмақ, ол енді адамның білек күшіне байланысты болуы мүмкін, алдын алып жүретініне, қабілетіне байланысты. Сонда егер тиетін болса сылқета түседі деген сөз ұрып құлатады. Қамшыгерлер деген болған кезінде тарихта. Қамшыгер деген кімдер? Қамшыгер деген ұрғыш білектің күші. Бұрынғы кездерде біздер айтамыз ғой, жаңағы білектің күшін қалай сынаған. Қазіргі кездерде қарап отырсаңыздар, біздерде енді әртүрлі спорттық түрлер дейміз, ол кезде де солай болған екен. Жаңа қамшыгерлер малдарды немесе жаңағыдай ұрғанда бір құлататын болған. Немесе жаңағыдай қайыстарды осылай бәстесіп, тігіп, бір қиып тіліп жіберген. Сондай қамшының бір қасиеттері сондай болған. Енді қамшыны сәғда жалғастырамыз ғой. Қамшыда қарап отырсаңыздар, қамшының негізі тарихы өте тереңде жатыр деп жатырмыз. Бұрынғы салт дәстүрімізді қарайтын болсақ, кезінде ата-бабамыз осы қамшыларды ет жегеннен кейін, мына майланбаған таза табиғи түсі. Енді осыны ет жегеннен кейін жылқының еті, семіз ет, майлы қол, сол кезде осы майлап отқан жылқының майымен. Ас жеп болғаннан кейін осы қамшыны аталарымыз лақтырып қолға береді, бірінен бір жалғастырып осыған майлық ретінде. Мен сіздерге таныстырып өткім келіп отыр. Мынау қарапайым қамшы, оның сабы болады. Міне саптан кейін алақан бекітіледі. Алақанмен мына қараңыз, алақанмен өрім жалғасады. Өрімнен ары қарай мына жерден басы шашақ болып келеді, немесе біздер қазіргі соңғы үлгіде немесе мынаны айналдырып топшалап тастауға болатын еді. Енді мына жерде сабы деп жатырық. Міне байламы, алақанның қалай бекітіледі, міне айналдырып кәдімгі бәрін байлаудың әдістері міне. Кәдімгі өрген сияқты байлап міне айналдырып, және ары қарай сабын әкеліп, міне сабынан кейін мына жерде міне бүлдіргісі бар. Бүлдіргі деген қолға ілетіні. Енді осы міне құрамы осылай болып келеді міне. Айтып жатыр өрім түрлері деп жатырмын. Осы жерде міне неше түрлі жатыр. Енді өзім қазір тағы да көрсетіп кетейін. Міне өрімнің түрлері. Осы жерде міне 8 өрім дейміз, 6 өрім дейміз. 6 өрімнің де түрлері көп ақ. Жылан бауыр дейміз міне. Мынау жылан сияқты кәдімгі жіңішке керіп келеді міне. Несімен мынау енді жаңа 8 өрімдер. Басына қосыған міне алақандар дедік, жаңа қамшының несі басын тілеміз деп жатыр. Соңғы кезде өзім ұлттық неде кішкене нақышын келтіру үшін неге қошқар мүйіз кіргізбеске деген ойлар келіп, өзімнің бір кішкене немді қосымды өзгертіп бір нелер салып жатырмын. Міне тобылғыны айтайын. Мен сіздерге міне осы жаңа алақан деп отырық. Алақаннан кейін тобылғы. Тобылғының өзі міне біздің осы Бұлдырты ауылында өседі, Шағылда. Ал осы тобылғыларды да қарап отырсаңыздар, өзінің түсі өзі қызғылт болып келеді. Бұдан да бір қызғылт тобылғылар бар, шым тобылғы дейді, қызғылт болып келеді. Оның тобылғыны да алу әдістері өзінің уақыты болады. Мысалы біздер қарап отырсаңыздар, осында бір күзгі уақыттарда алады екен. Өйткені себебі кез келген уақытта кесіп алған тобылғы дейді. Мысалы қарап отырсаң жарылып кетеді деп жатады. Өзі тығыз, әрі мығым болып келеді, ал әрі сәнді. Бұның бояудың қажеті жоқ. Сыртына жаңағы қайыстан жасалғаннан кейін, қайыста табиғи нәрсе ғой, былғары. Сондықтан мұны сыртын орап әдемілегенде басқа ары қарай уже ненің керек емес қой деп ойлаймын. Бұл енді терінің ұзындығы үлкен малдар деген 2 метрдан артық болады. Енді ол малдың бітіміне байланысты. Тері табиғи өзінің түсі осындай сары ақ болып келеді. Енді бұл майлана
немесе бояла келе түрлерін өзгертуге болады. Міне таспа тілген уақытта қараңыздар, бас жағынан жіңішкереді де, жуандау болады да, басына қарай жіңішкеріп өріледі. Міне бастары түйіледі. Тағы да міне. Сосын мына жерде қарап отырсаңыздар, міне кәдімгі өзінің несімен аяқталады. Жаңа таспа тілуді де біздер қолмен тілеміз ғой таспаны. Қолмен тілгесін енді әртүрлі болады міне. Біз станокпен емес, бұрында қазақтарға тағы да бір өзіміздің ата бабамыз кәдімгі қолмен тілгенде қолдың ептілігі. Соны дәл сақтап отыруы. Мысалға басынан бастап 2 метр қайысты параллель тіліп шығу ұзыннан. Енді ол өте бір сақтықты, өте бір ептілікті қажет деп есептейміз басым. Өйткені әрі қолдың ептілігі, әрі күштің менің барлығы осы жерде тоғысқанда бір әдемі шығады деген ойдамын енді. Мына қамшылардың ішіне шыбыртқы малайдауға деп жатыр. Малайдамаса немесе бұрын атам қазақ жаңа арба жеккен, чана жеккен, мерзімге байланысты, уақытқа байланысты, мезгілге әртүрлі бағыттарда. Мына шыбыртқынды айтып отырық. Мына енді 1,5 метр деп айтуға болады. Тобылғыдан жасалған, бастары түйілген. Осы шыбыртқының өзін бәстесіп, кәдімгі алдарына не қойып, киноларда көрсетіп жатады ғой. Сол қазақтарда да болған екен кезінде. Мысалы қарап отырсаңыздар, міне шыбыртқымен біздер қалай жасаймыз? Міне мал айдағанда сартылдатып, осы шыбыртқаның малға қатты тиген уақытта мал дауысын естігенде уже ығысып, кәдімгі уже қорқа бастайды. Жаңа мына осында құрылымын айтып кетуге болады. Мына жерлерді міне қараңыздар, алақаны деп жатырық. Алақанына кейбір шеберлер мына жерге темірден кольчик салып жатады басына. Өйткені себебі салмақ осы жерге түседі ғой. Негізі міне егер темірден шығыршықтан салып жатады кейбір. Мына шығыршықтардан жеп тастамасын деп мен қайыстан салдым өз басым мысалы. Міне қараңыздар, айналдырып мына жерде міне байланған бірнеше немен топшамен түсірілген мына несін байлап міне қараңыздар. Осының бәрі дәлдікпен есептеледі. Міне қараңыздар, айналып келгенде міне осы несіне дейін оралады. Бұларда да солай міне. Өрімді 8 өрім, мына жерден 4 өрімнен бастап 8 өрім айналып, сосын кері қарай қайттан мына жерде шашақ түйіледі міне. Сосын ары қарай жалғасады міне. Несімен, ұштығымен осы басына дейін барады. Міне ноқтаның құрамын енді айтып өтетін болсақ, міне қараңыздар, ноқтаның мына жерде шығыл несі болады, шығыршығы. Осы шығыршықтан бастап түйеміз міне, айналдырып байлаған. Міне қайыстың өзі жаңа қолдан иленген деп отырмын, өзім илеген қайысым болғасын. Міне қалыңдықтары. Бұл қайыстың қалыңдығы міне қарап отырсаңыз түйме жүгін деген түйіліп қайтадан шешілетін жүгіндерді айтамыз, түйме жүгін деп міне. Мына үстіңгі жаңа несі міне тұмшасы, үстіңгі несі белді, және мына жерде сағылдырығы болады міне. Міне сағылдырығын қалай байлайды? Міне көріп отырсыздар, сағылдырықты да біз орында негізі доғалар салмаған. Міне оны алып келемізді жаңағыдай өткізіп, оның байлау техникасы деп жатырық, байлау әдістері де болады екен. Міне осыны өткізеді де төмен қарай міне өткізіп қояды екен. Мынау енді жаңа жүгіндердің өзі әрі нелермен тапсырыспен жасалатын болған ғой бұрында. Жаңа бәйге жүгіндері дейміз. Ол бәйге жүгіндері енді аттың ауыздығымен алысып келе жатқан уақытта атқа міне двойной дейміз, 2 қабатты кәдімгі жүгіндер болады. Міне тұсау деп тұсамыстар. Бұл да тобылғы, таза қайыстан жасалады. Міне басына тобылғы кигізілген. Міне бұл тұсамыстарды да бұның байлау әдісі міне шешіледі, тартып шешуге болады. Бұл енді қайысқа да жаңа айтып отырмыз, өте күтім қажет керек нәрселер. Ол енді пайдаланғаннан кейін оларды да біз кәдімгі күтіп, майлап, уақытымен қарап, суға көп тигізбей, суға тиген жағдайда да кептіріп, көлеңкеде кептіруіміз керек. Жаңа айтып жатырмыз, бұда жаңа түйілген жүгін болғасын. Міне бұнда да солай. Міне қараңыздар, мынау енді қалың қайыстан жасалған өгіздің терісі, бұқаның терісі дейміз. Ол терілерде бірнеше неге бөлінеді. Аталық малдардың терілері өте қалың болып келеді. Енді аналық малдардың терілері жұқалау болады. Оған енді кішкене дізгіндері де жұмсақ, әрі ұзындығы, міне байлану, бәрі қазақ бұрында жаңа түйіп жасаған деп жатқан себебім бәрін байлап, кәдімгі ауыстыруға үзіліп қалып жатса, қайттан кәдеге жарату үшін жүгін жасалған уақытта негізі немен жасалу керек? Өлшеммен. Аттың бастары әртүрлі ғой. Сондықтан жаңағы үлкен сақаттар болады, жас құнан болады. Сондықтан тай тулақтарға деп жасаймыз. Мысалға кейде қарап отырсаңыздар, міне сағылдырықты қалай байлау керек? Осының бәрін қарап отырсаңыздар, міне осы бұрыннан істеніп келе жатыр. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, міне қайыстан жүген деп жатыр, атқа тағылып, міне осылай бұйымдар көп жасайық. Қолданыста, сұраныста біз айтамыз, таза қайыстан жасалған қамшы жүгеніміз. Енді алдағы уақытта осындай таза табиғи заттарды пайдаланайық. Өтіп жатқан әр күніміз осылай қызыққа толы жақсы нәрселерден шұғылданып өздеріңізді көрсететін, немесе келесі ұрпаққа
із қалдыратындай іспен айналысайық деп айтқым келеді.